Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Осындай қарапайым құймақтан тойымды таңғы немесе түскі ас дайындауға болады. Өте дәмді шығады. Болмаса дүкеннің дайын құймағын да қолдана аласыз. Менің каналымда құймақтың рецебі бар. Ссылкасын видеоның астына қалдырамын. Тек қантын аз мөлшерде қолданасыз. Бірінші салмасын дайындау үшін тартылған ет, ұсақтап туралған пияз бен болгар бұрышы, үткіштен өткізілген сәбіз және сұйық май қажет. Отта тұрған табамызға сұйық май құйып, қызғаннан кейін тартылған етімізді салып, кішкене қуырамыз. Дәміне қарай тоз бұрыш саламыз. Келесі пияз салып 1-2 минуттай қуырамыз. Содан кейін сәбіз бен болгар бұрышын салып, баяу отта бетін жауып 7-8 минуттай қуырамыз. Су құймаймыз. Салма дайын болғаннан кейін бізге жұмыртқа мен панировка қажет болады. Видеода көрсетілгендей құймақтың ортасына 1 ас қасық салмадан салып, дәл осылай ораймыз. Келесі салма салынған құймақты жұмыртқаға салып аламыз. Содан кейін панировкаға аунатып шығамыз. Енді отта тұрған табаға сұйық май құйып, май қызғаннан кейін құймақты салып, кезек-кезек аударып отырып, барлық бетін қызартып қуырып шығамыз. Сонымен ерекше тіске басарымыз дайын, дәмі расымен де ұнайтын болады. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Рецептің ішінде түсініксіз жерлер болса, пікірге қалдырсаңыз, мен жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.